Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Бүгін сізбен осындай бір блинный пирог жасаудың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте керемет. Жасалу жолы да қарапайым, ерекше, оңай жасалатын торт екен. Осыны ауызашарға жасадым. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте жылдам дайын болады. Бұл тортты дайындау үшін мен 3 жұмыртқаны алып, бір ыдысқа осылай жарып салып аламын. Сосын оның үстіне 250 грамм сүт құямын. Жақсылап араластырып, 3 ас қасық шекер қосамын. Шекерді кішкене көбірек қоссаңыздар да болады, тәтті жақсы көрсеңіздер. Келесі кезекте 50 грамм сұйық майымды қосып, тағы да жақсылап араластырамын. Мінекей, енді ұнды салатын боламын. Менде осы 250 грамм сүтке мен осы ас қасықпен 7 қасық ұн қостым. 7 қасық ұн және үстіне 1 ас қасық какао қосамын. Сосын жақсылап бәрін осылай араластырып аламын. 1 шай қасық сода, жарты шай қасық тұз қосып араластырам. Сосын ең соңында кәдімгі қара кофені кішкене 50 грамм қайнаған суға 1 ас қасығын ертіп жіберіп, кофені қосамын. Бұл кофенің дәмі бір ерекше әдемі болып шығатын болады кейін пісіргенде. Трюфельный торттардың дәмі сияқты болып, керемет әдемі болып шығады. Және қайнаған су құямын, 250 грамм. Мінекей, менің құймаққа арналған қамырым дайын болды. Енді осылай бәрін сковородкада пісіріп алатын боламын. Түгелдей бәрін пісіріп аламын. Мінекей, мен пісіріп алдым, менің құймақтарым дайын. Енді кезекте кремін жасайтын боламын. Кремін жасау үшін мен сгущенка алдым және творожный сыр. Негізі сгущенканың орнына сливки қоссаңыздар болады. Менде сливки болмаған соң сгущенка мен жасап жатырмын. Сгущенкаға осы творожный сырды қосып, миксермен жақсылап тұрып араластырып аламын. Осылай араластырып аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз міндетті түрде. Мінекей, мен крем дайын болды. Енді тортымды жасайтын боламын. Осылай әр блинчиктің арасына осы кремімді жағып, бүкіл блинчиктің бәрін арасына кремдерді жағып, бәрін осылай дайындап аламын. Мінекей, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасасаңыздар, тортыңыз өте бір керемет болып шығады. Жасап көріңіз. Мінекей. Мен тортым почти уже дайын. Крем бәрін жағып болдым. Енді бетіне осылай какао сеуіп жіберемін. Және осылай азғана кішкенеден сеуіп жіберемін. Өте бір дәмді болып шығады екен. Жасап көріңіздер. Жасалу жолы да оңай ғой, көріп тұрсыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай міндетті түрде жасап шайға, кешкі шайға, ауыз ашқанға жасасаңыздар болады. Мінекей, өте бір жұмсақ, әдемі болып шықты. Сау саламатта болыңыз.